2022 жылдың қазан айында Марракеш қаласында халықты әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы және CDG Prévoyance шақыруымен ұлы мәртебелі король Мұхаммед VI-ның аса жоғары қамқорлығымен дүниежүзілік әлеуметтік қамсыздандыру форумы өтті. Халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы 1927 жылы халықаралық еңбек ұйымының қолдауымен құрылған болатын. Ол әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы мемлекеттік мекемелерді, ұйымдар мен ведомстволарды біріктіретін жетекші халықаралық ұйым. Қазір халықты әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығында әлемнің 150 елінен 320-дан астам мүше ұйым бар. Штаб-пәтері Швейцарияның Женева қаласында орналасқан. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2015 жылғы 1 мамырдан бастап халықты әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының мүшесі санатында. Дүниежүзілік халықты әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығы форумы 3 жылда бір рет өткізіледі. Ол әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы маңызды халықаралық оқиға. Биыл оған Еуропа, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Азия тынық мұхиты және Африка елдерінің 800-ден астам өкілдері қатысты. Биылғы форум аясында тұрақты және инклюзивті қоғамды дамытудағы әлеуметтік қамсыздандырудың негізгі рөлі атап өтілді. Тұрақты, сапалы, тиімді басқарылатын және қолжетімді әлеуметтік қамсыздандыру жүйелерін құру жолындағы институционалдық инновациялар көрсетілді. Форумда әлеуметтік қамсыздандыру мекемелерінің цифрлық және адами мүмкіндіктеріне интеграцияланған және стратегиялық тәсілдерінің маңызы атап өтілді. Олар экономикалық тиімді және сапалы қызметтерді ұсыну және дағдарыстарға дайындықты қамтамасыз ету үшін, мәселен, COVID-19 пандемиясы тәжірибесінде ел келешегі зор үдеріс болып шықты. Осы дүниежүзілік форумда халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының бюросының еуропалық мүшелері қордың басқарма төрағасы Жанат Құрмановтың кандидатурасын еуропалық өңірде халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының іс-шаралар бағдарламасын іске асыру бойынша қоғамдық жұмыстармен айналысатын еуропалық желісінің басқару комитетіне қабылдауды мақұлдады. Сондай-ақ форум аясында басқарма төрағасы Жанат Құрманов бастаған қордың өкілдерінің Алматы қаласында жоғары деңгейдегі өңірлік дөңгелек үстел өткізу мәселесі бойынша халықаралық әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының бас хатшысы Марсело Аби Рамия Каэтано мырзамен іскерлік кездесуі өтті. Қордың басқарма төрағасы Қазақстанның зейнетақы жүйесіне және ондағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры акционерлік қоғамының рөліне қысқаша шолу жасады. Марсело Аби Рамия Каэтано мырзаның тарапынан халықты әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының қатысуымен Қазақстанда осындай кездесуді өткізуге толық қолдау көрсетілді. Келесі дүниежүзілік әлеуметтік қамсыздандыру форумы 2025 жылы Малайзияда өтеді.